Балалар, бүгін сабағымыз 66 сабақ геометрия фигуралардың жиынына қара дейді. Бұл жиында неше элемент бар? Оларды ата. Ол элементтердің жиындарға бөліп шыққан, әр жиынға ата және әріптермен белгіле дейді. Осы жиындарға элементтерін жаз дейді. Мына жерде жиындар тұр, қараңыздар. Су сызық, нүктелер тұр, иә? Міне, шаршылар. Енді осыларды әріптермен белгілейтін боламыз. Бірінші жиында А нүктелер жиыны көк нүкте, қызыл нүкте, күлгін нүкте екен. В жиында сызықтар жиыны, түзу қисық, тұйықталған, тұйықталмаған сызықтар деп жазады екенбіз. Ал С жиында жазық фигуралар үшбұрыш, шаршы, дөңгелек, тік төртбұрыш, бесбұрыш. Д жиыны кеңістік фигуралары куб, конус, пирамида, цилиндр деп жазады екенбіз. Ф жиыны бұрыш жиыны тік бұрыш, сүйір бұрыш, доғал бұрыш деп жазады екенбіз. Міне. Бірінші есеп бұл. Бізде ары қарай дәптерге түрлі түсті карандашпен нүкте белгілеп, кесінді сәуле түзу, бұрыш, сынық, қисықсызтарсыз. Сен қандай бұрыш сыздің, қандай сызықтар сыздің? Тұйықталған ба, әлде тұйықталмаған ба дейді. Қараңыздар бір жерде. Міне тұйықталған, иә? Екі жағында дейді, және тұйықталып тұр. Сызық сыздық мына жерде. Міне. Сүйір бұрыш сыздық, қара, сүйір. Мына жер тұйықталмаған сызық екен, иә? Міне, тұйықталмаған сызық. Тұйықталған сызығымыз екі шетінде де тұйықталып тұрады екен, міне. Біз сол кезде тұйықталған сызық сыздық. Тұйықталмаған сызық сыздық, иә? Тұйықталмаған сызық мыналар екен. Мынау сүйір бұрыш сыздық. Мынау тұйықталмаған сызық екен. Үшінші есеп практикалық жұмыс партада. Партада төмендегі фигуралардың модельдерін қойып, оларды салыстырды. Не байқадың дейді? Дөңгелек пен кескеген көкбұрыш, төртбұрыш. Бұны өздеріңіз практика жөнінде жазасыздар, иә? Бізде ары қарай есеп шығаратын боламыз, иә? 72-ден аламыз 32-ні. 72-ден 32-ні алсақ, міне, 34-тен аламыз 22-ні. 72-ден 32-ні алатын болсақ 40, 34-тен 22-ні алатын болсақ 12 шығады екен. 40-тан 12-ні алсақ 28 шығады екен. 28-ге 32-ні қосатын болсақ 60 шығады екен. Мына жерде шатасып кеттім мен. 28-ден 32-ні алсақ. Екіншісінде 28-ге 32-ні қосады екенбіз. Қосамыз, сөз 60 шығады, иә? 70-тен 27-ні алсақ 43 шығады екен. Сол кезде 60-тан 43-ті алсақ 17 шығады екен. 17 шығады екен. Мына жерде қосу екен, мен шатастырып алыппын. Міне өйстіп шығарады екенсіздер. Енді бізде 5-ші есеп шарты дейді. Шарты болғанда 5-ші есеп мұз айдында 36 ұл және олардың 4-еуі артық қыз сырғанап жүр. Мұз айдында барлығы неше бала сырғанап жүр дейді. Қараңыздар, енді мұз айдында шарты ұл 36, қыз нешеу дейді. 4-еу артық дейді, барлығы неше дейді. Шешуі 36-ға қосамыз 4-ті 40 болады. 36-ға 40 болса 76. Жауабы мұз айдында барлығы 76 бала сырғанап жүр деп жазады екенбіз. Біз енді 6-шы есеп дәптерге торкөз сызықтарын қиылысқан жерін жасыл және көк нүктемен белгіле дейді. Жасыл нүкте арқылы түзулер жүргіз дейді. Неше түзу жүргізуге болады? Басы көк нүкте болатындай сәулесіз неше сәуле сызуға болады дейді. Қарасаңыздар, бір жерде көкпен жазып тұр, иә? Қиылысқан жерлерін жасыл болсын дейді. Мына бас жағы, мына жер көк болсын дейді, иә? Мына бас жақтар. Сол кезде мына жерін жасылмен белгілесе, мына жерлері көкпен дейді, бас жағы. Сол кезде бұл шексіз екен. Міне бір сызық сыздық, мына жерден 2, 3 сыздық, мына жерде 4-еу, міне 1, 2, 3, 3, үстіп 1, 2, 3, 4, 5, 6 болады екен, иә? Үстіп шексіз сыза берсек болады екен, міне. Ортасын жасылмен, шет жағын көкпен сыздейді, бас жағын. Бізде ары қарай 7-ші есеп. Бізде 7-ші есеп фигуралардың қабырғалары санына өсу реті бойынша орналастыр. Енді осы фигуралардың әріптерін құралған сөзді оқы дейді. Геометр фигуралар туралы грек. Міне қараңыздар, бір жерде бірінші 3 бұрыш, 4 бұрыш, 5 бұрыш, 6 бұрыш, 7 бұрыш болды. Сол кезде спорт деген сөз шығады екен, иә? Спорт деген сөзіміз шығады екен, міне осылай. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар, каналымды тіркелуді ұмытпаңыздар.